Енді ссылка таратып қаншалықты табыс табуға болатынын минимально есептеп көрейік. Сіз мысалы өзіңіздің ссылкаңызды 50 адамға тараттыңыз деген, мысалы 50 адамға тарата аласыз ғой. Тарата аласыз. 50 адамға тараттыңыз дейік. Осы адамдар сіздің ссылкаңыз арқылы өтіп, товар алып, мысалы, мына адамдар өздерінің таныстарына, мысалы 20 адамға тарата алады, мына адамдар 20 адамға таратты дейік. 50-ді 20-ға көбейткен кезде қанша? 1000 адам. 1000 адам. Яғни сіздің екінші линияңызда уже 1000 адам болды. Бұл адамдар сіздің ссылкаңыз арқылы өтіп товар алған адамдар, заказ жасаған адамдар. Бұлар сіздің шақырған адамдарыңыз емес, қорқып кетпеңіз. Яғни 1000 адам болды, сіздің екінші уровеніңізде. Мысалы, мына адамның ішінен бір адам 10 адамға тарата ала ма? Үшінші линияңызда мысалы. 10 адамға тарата алады, бір адамнан ішінде. Яғни, мұнда 10-ға көбейткен кезде қанша болады? 10 000. Сізді мына үшінші линияңызда уже 10 000 адам болды. Сіздің ссылкаңыз арқылы өтіп сауда жасаған. Жарайды енді 10 000 адам деп есептемей ақ қойық. Мысалы 5 000 адам деп, сол сіздің ссылкаңыз арқылы өтіп 5 000 адам сауда жасады деп азайтып айтайықшы, 5 000 адам сауда жасады. Енді осылар $50 заказ жасай ала ма? $50 жасай алады, $50 дегеніміз 20-25 000 жасай алады. Неге? Өйткені мына Лимон маркетплейсте ине жіптен бастап машинаның запчастіне дейін барлық товарлар бар. Киім кешек, аяқ киім, бытовой техникалар, моющий средстволар, мебель болсын, электроника болсын, тысячи мелочи, тіпті машинаның запчастіне дейін барлық товарларды осы жерден арзан бағада, завод бағасымен таба аласыздар. Бірақ сапалы товарлар. Мінекей, осы адамдар $50 заказ жасай алады. Сол кезде 5 000-ды 50-ге көбейткенде $250 товар оборот жасады. Яғни осы Лимон молға товар оборот жасады. Енді қараңыздар, жаңа айттық қой, сіздер ссылка тарату арқылы 3 линиядан табыс көре аласыздар деп. 3% әрбір алған саудадан 3% табысыңызды көресіз. Мына жерде 2%, мына жерде 1% әрбір алған товардан. Енді осының орта несін алып көрсетейік, мысалы. Процентін 250-ді көбейтеміз. Мына 2%-ке қанша болады? $5000 болады. $5000, мінекей, сіз ссылкаңызды небәрі 50 адамға таратып жіберу арқылы, басында сіз 50 адамға тараттыңыз ссылкаңызды. Сол арқылы сіз айына $5000 табысқа шыға аласыз. Минимальный расчетпен есептегеннің өзінде. Бұл деген 2-3 миллиондық доход. Көрдіңіз ба, сіз просто ссылкаңызды бір ай ғана уақыт береді сізге. Бір ай тараттыңыз, елдерге бөлістіңіз, таныс тамыр туған туыстарыңызға бөлістіңіз, олар бұл маркетплейстен өздеріне керекті саудасын жасайды. Бұл жерде бәрі бар дедім ғой, жаңа ине жіптен бастап машинаның запчастіне дейін барлық товарлар бар. Арзан, яғни өздерінің завод бағасымен тұр. Сапалы товарлар. Міне, өздеріне керектісін бұлар алады. Яғни басқа сайттардан 40% арзан бұл маркетплейсте. Біріншіден, екіншіден бұл кісілер розыгрышқа қатысады. Доставкасына, весына төлемейді. Және де бір ай таратып жіберу арқылы сіз міне осындай табысқа шыға аласыз. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыз.